Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода лавр жапырағы арқылы қалай бір күнде циститтен құтыламыз, сол туралы айтатын боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, және де достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Цистит қуық ауруын емдеу үшін магазиннен лавр жапырағын аласыз. Бір пачка лавр жапырағы, оны 5 литр суға қайнатасыз. Содан кейін қайнаған су мен лавр жапырағын тазикке ауыстырып аласыз, яғни құйып аласыз. Содан кейін шыдамды болған уақытта, яғни қатты ыссы емес, қатты жылы емес, сол уақытта отырасыз үстіне, тазиктің үстіне. Сол ыссы су суығанша отырасыз. Суығаннан кейін сол жерге кіші дәретіңізді шығарасыз. Шығарып болғаннан кейін 1 минуттағы отырасыз. Содан кейін тұрып кетесіз. Бұл әдісті ұйықтар алдында жасаңыз. Әйел адамға да, ер адамға да жасауға болады. Аяғы ауыр әйел адамдарға жасауға болмайды. Мен жай ғана кеңес беремін, өзіңіз жасайсыз ба, жасамайсыз ба, оны өзіңіз шешесіз. Ол сіздің өміріңіз, ол сіздің денсаулығыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.